Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның мемлекет қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Қазақстан Қауіпсіздігі кеңесінің бұрынғы төрағасы, 2019 жылдың 19 наурызынан бастап Қазақстан Конституциялық кеңесінің мүшесі. Өмірбаяны партиясы Кокоб 1962-1991 жыл, Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясы, азаматтылығы КСР Қазақстан, діні ислам, дүниеге келуі 6 шілде 1940 жылы, Шималған ауылы, Қаскелең ауданы, Алматы облысы, Қазақ КСР, әкесі Назарбаев Әбіш, анасы Назарбаева Алжан. Жұбайы Сара Алпысқызы, балалары Дариға Назарбаева, Динара Назарбаева, Әлия Назарбаева. 1990 жылдың 24 сәуірі мен 2019 жылдың 20 наурызы аралығында Қазақстан Республикасы президенті. 1991, 99, 2015, 2011, 2015 жылдары өткен сайлауда президент сайланды. Қазақстан Республикасы президенті лауазымынан кеткеннен кейін Қазақстан Қауіпсіздігі кеңесінің төрағасы және Нұр Отан партиясының төрағасы, сондай-ақ Қазақстан Конституциялық кеңесінің мүшесі лауазымы сақталынды. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы, 2007 жылдан бастап Нұр Отан партиясының төрағасы. 2019 жылы 19 наурызы мен 20 наурызынан бастап президенттік өкілеттілігін өз қалауымен өткізетіні қаулы қабылданды. Халыққа үндеуінде Назарбаев: мен Қазақстан Республикасы президенті ретінде өкілеттілігімді тоқтату жөнінде шешім қабылдадым. Биыл еліміздің ең жоғарғы лауазымындағы қызметті атқарып келе жатқаныма 30 жыл толды. Мен Қазақстан Республикасының президенті ретінде өкілеттілігімді тоқтату